Қайырлы күн достар, құрметті оқырман. Бүгін біз сіздермен ауызда еритін жұмсақ сүзбелі кекс пісіретін боламыз. Кез келген адам бірінші жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қант қосып араластырып, содан кейін сары май және ұнымызды қосып, біркелкі болғанша араластырып, ең соңында сүзбемізді саламыз. Массамыз осымен дайын болған массамызды кекс формасына құйып, 180 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің сүзбелі кекс дайын. Жұмсақ, сондай нәзік, ауызда ериді және өте оңай дайындалады. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.